Қайырлы күн достар, сіздермен Айдана, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін кішкентай чебуректер жасаймыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет заттар: ұнға тұзымызды және сұйық майымызды құямыз. Оның үстіне бөлме температурасында суымыздың бір бөлігін қосып, араластырып аламыз. Араластырып алған соң суымыздың қалған бөлігін құйып, тағы да қасықтың көмегімен араластырамыз. Қою болғаннан кейін қолымыздың көмегімен қамыр илеп бастаймыз. Мендегі ұн жоғарғы сұрыпты ұн, сіздер жоғарғы немесе бірінші сорттағы ұнды қолдансаңыздар болады. Илеп жатқан кезде қолдарыңыз жабысса, азырақ ұн сепсеңіздер болады. Сонымен біздің қамырымыз дайын. Бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Салмасын дайындаймыз. Мен картоп және көкпияз қолдандым. Көкпиязды ұсақтап турап аласыздар. Картопымызды езіп аламыз, яғни қайнатып езіп аласыздар. Салмасын қалауларыңызша өзгертсеңіздер болады. Картопымыздың үстіне туралған жуамызды қосып, оның үстінен дәміне қарай қарабұрыш және де тұз қосып, барлығын біркелкі болғанша араластырып аласыздар. Барлығын араластырып болған соң бір шетке алып қоямыз. Енді қамырымызды жайып бастаймыз. Ұнымызды сеуіп, қамырымызды ыдысынан аламыз. Оны екі бөлікке бөліп, суала жасаймыз. Екі бөлікке бөліп, қолымыздың көмегімен дөңгелек суала жасап аламыз. Жасап болған соң енді жаюға кірісеміз. Бірінші қолымыздың көмегімен үлкейтіп аламыз, одан кейін оқтаумен жайып бастаймыз. Ұн сеуіп жайыңыздар, себебі қамыр жұмсақ болғандықтан жабысып қалуы мүмкін. Дөңгелек етіп жайып аласыздар. Одан кейін бауырсақтың формасымен осылай дөңгелек етіп, барлық жерін біркелкі етіп, кесіп шығамыз. Қамырларыңыз қатты жұқа болып кетпесін. Себебі пісірген кезде тесіліп, ішіндегі салмасы сыртына шығып кетуі мүмкін. Дөңгелек барлығын кесіп болғаннан кейін салмамызды саламыз. Барлығына біркелкі етіп, салмасын салып шығасыздар. Қатты көп салып жіберудің қажеті жоқ, себебі түйілмей қалады. Салып болғаннан кейін екі шетін біріктіріп, түйіп шығамыз. Қолымыздың көмегімен екі шетін біріктіреміз, және де біріктіріп болған соң шаншықының көмегімен шеттерін басып шығасыздар. Ол біріншіден әдемі форма береді, екіншіден ашылып кетпеуге өз көмегін тигізетін болады. Барлық чебуректерімізді біріктіріп болғаннан кейін пісіретін боламыз. Міне барлығын жасап болдық. Енді пешімізді қосып, оның үстінен тапамызды қоямыз, және де сұйық майымызды құйып пісіруге дайындаймыз. Майларыңыз қатты қызып кетпесін. Кішкене қызған кезде чебуректеріңізді бірме-бір саласыздар. Және де қызартып пісіресіздер. Бірінші беті қызарғаннан кейін келесі бетіне ауыстырып, қызартып пісіріп аласыздар. Сонымен біздің чебуректеріміз пісіп, қызарып әдем болып шықты. Барлығын ыдысымызға қойып аламыз. Чебуректеріміз дайын. Осылай әдемі етіп ұсынсаңыздар болады. Сіздермен болған Айдана, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Мұнда қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сау саламатта болыңыз.